Бүгінгі қоғам құнды жәдігерлерді құртып, оны жоюға еш арланбайтындардан ғана құралмайды. Мәселен, Абай Құнанбаевтың қанатты сөздерін ағылшын тіліне аударып, Инстаграм арқылы насихаттап жүрген Дидар Құлмұхаммед бұл ісінен еш табыс таппайды. Есесіне елге пайда әкелері пабликті әрі қарай жандандыруға білек сыбана кірісіп кетті. Абай Картунс атты пабликтің пайда болғанына бар жоғы 100 күн. Қазақтың бас ақынының шығармашылығын шет тіліне аударып, оның насихатталуына тамшыдай үлес қосып жүрген Дидар Құлмұхаммед Гарвард университетін үздік тамамдап, Дидар елге оралған соң пайдалы іс атқаруын керек деп шешкен. Студенттік күндері қайырымдылық үшін жазылатын кітаптардың иллюстрациясын жасаған ол, сол хоббиін жалғастырып, ауқымды аудитория жинай алатындай жобаны қолға алды. Соның арқасында ұлы ақынның мәңгі өлмес сөздерін тәржімалауға кірісіпті. Парақшаны ашқанда 100 жазба жариялауды жоспарлаған едім. Ойға алған ісім оңынан келіп, енді Абайдан өзге ғұламалардың шығармашылығын қолға алғалы отырмын. Олардың кім екені әзірге құпия. Қазақтың мәдениеті мен әдебиетінің дамуына сүбелі үлес қосқан жандардың бейнесі мен нақыл сөздері пабликтің әрі қарай жандануына негіз болады. Ал ол Абайға жасалған иллюстрация мен оның 3 тілге аударылған сөздері виртуалды әлемнен қағаз бетіне ауысқан. Оған да сұраныс жоғары көрінеді. Дидардың қолынан шыққан туынды әлем аралап рухани құндылықтарымызды төрткүл дүниеге паш етуде. Біздің әзірлеген ашық хаттарымыздың басым бөлігін отандастарымыз сатып алып, шетелдік таныстарына кәдесый ретінде ұсынады. Осылай олар шекара асып таралып кетті. Нақыл сөздерді өзге тілдерге аударып, оның дұрыстығын тексеру үшін Дидар достарымен ақылдасып отырады екен. Дидар Абайдың қанатты сөздерін аударып, электронды поштама жібереді. Оның әдеби тілмен дұрыс жазылуына менің үлес қосқаныма қуаныштымын. Өзге ғұламалардың қанатты сөздерін жариялағанмен пабликтің аты Абай Картунс болып қалады дейді автор. Адема Сейфулла, Абай Түзелбай, Ерлан Абдолиев, Ревю жаңалықтары.